Бізге мына қағаз таратуға осылай бөліп берген әр мұғалім осылай көше-көшені аралап, ауылда жүрміз, әр үйге есігін қағып айғайлап, біреу шығады, біреу шықпайды, біреуінің иті бар деген сияқты. Негізі бұл біздің жұмыс па, емес па, мен түсінбеймін просто. Кім біледі? Соны айтыңдаршы, комментарийға жазыңдаршы. Сайлауға қағаздар таратуды әр мұғалімдерге көше-көшеге осылай бөліп берген. Біз таратып жүрміз, бірақ мен түсінбеймін. Мұғалімдер негізі оқушыларды оқыту үшін, сабақ беру үшін біз зарплата аламыз, сол үшін жұмыс жасайтын, сол үшін атымыз мұғалім. А неге біз осыда сайлауда әр көшеде жүгіріп, әр адам есігін қағып, иттермен төбелесіп жүруіміз керек, түсінбеймін мысалы. Таратуға негізі басқа адамдар жауапты шығар, иә? Білмеймін мен, біз құқығымызды жақсы білмегендіктен де шығар. Сонда бұны таратуға кім жауапты? И ол адамдар таратқаны үшін мысалы ақшасын алып жатыр да, а біз таратып жатқан біз мына жақта. Қалай олар мысалы біз таңнан кеткенше өліп-тіріліп, сабағымызды өтіп, солай зарплата аламыз, ал олар үйінде отырады да, а біз қағаз таратып береміз, олар ақшасын алады. Қалай? Түсінбеймін. Негізі бұл кімнің міндеті? Бұл таратуды сайлауға шақыру.